Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, армысыздар алталаш. Украин орыс соғысынан жағымды жаңалық. Украиннен жағымды жаңалық көп болып тұр. Қысқартып айтқанда, украиндер орыс басып алған жерлерін азат қылуға ресми түрде бекінді және қайтарма шабуылға шығып жатыр. Херсоннан тағы басқа жерлерден жағымды хабарлар үздіксіз келуде. Ал керісінше орыстың әскерлері сол танкімен, зеңбірекпен шабуылдаған ескі бірінші дүниежүзілік соғыстағы тәсілден басқа ешқандай ұтымды тәсіл қолдана алмай отыр. Екі жағымды жаңалықтың біреусі, украиндер ресми түрде 1 миллион адамдық армиясы барын дүние жүзіне жариялады. Оның 700 мыңы бұғанға дейінгі Украинның ресми армиясы болса, 30 мыңы халықтық жасақтар және еріктілерден ұйымдасқан жасақтар. Қазір Хаймарис бас болған Американың зымырандық шабуылдық жүйелері Украинға толық жеткізілді. Еуропалық елдердің қару-жарақтары Украинаға жеткізіліп болған және олардың барлығы Украинның арнайы жасақтары ол қаруларды қалай пайдалануды үйрену үстінде. Бар болғаны соңғы бір аптаның ішінде әскери қару-жарақ қоймасынан 11-ін жарып жіберді. Бұның барлығы Хаймаристің септігімен. Ал темір жолы, тас жолы бар, тағы басқа да негізгі мәні мақсаты бар нысандарды қосқанда 20-30 жерді жарып жіберді. Орыстар не істерін білмей байбалам салып жылағаннан басқа шамадары жоқ. Енді орыстың басшысы Путин біз соғысты әлі бастаған жоқпыз деп бөр арығын білдірмес сыртқа жүнін қампайтар деп доңайбат шеккеннен басқаға бара алмай отыр. Тіпті Лавровтың өзі Украинаның соғысын біз бастаған жоқпыз деп айдаспаннан бірақ шығарды. Дүние жүзі орыстың өзігім сөзігім дейтін халге барып қалды. Қазіргі кезде орыс халықаралық жағдайда мүлде оқшауланып жалғыз қалды. Айтпақшы, бұғанға дейін өзбек пен қазақ Америка тарапынан Ресейге көмектесіп қойған үшін, немесе санкцияланған заттарды беріп қойған үшін қара тізімгенсе, оған біздің ақ қалпақты қырғыз ағайындарымыз да қосылды. Қазақ пен орыстың ортасында ойын жүріп жатыр. Орыс өзінше қазақтың газ құбырын жауып тастағансып, қазақ аяқ астынан орысқа қарсы бірдеңе саясаттар жүргізгенсіп, сол арқылы Тоқаев пен Путин ымыраласып, іштесіп, батысты Еуропа мен Американы алдамақшы болып жатыр. Тоқаев шынында орысқа қарсы болса, дүние жүзінде ешкім мойындамаған Луганск мен Донецкінің тәуелсіздігін мойындамадым деп еркексінбей-ақ қойсын. Қатынды орыстан алған, орыстан қатын алған бұндай қазақтың бәрі орысшыл болады. Оған дәлел баяғыдағы Ертісбай, осы қазіргі кезде өздеріңіз білетін қатын орыстың бәрі соған куә. Ал Тоқаевтың аяқ астынан өтіріктен орысқа қарсы өтірік саясат жүргізгенінің бір дәлелі соңғы кезде қазақ жеріне 1 миллион, әлде біреулер айтқандай 2 миллион орыстың қаптап келгені. Аспаннан оқ жаумай, жерінен от шықпай жатып, тырым-тырақай айдалаға қашқан орысты қазақ жеріне қаптатып отырған Тоқаевтың бүйрегі орыс десе бүлкілдейтінін бүкіл дүние жүзінің білмей қалу мүмкін емес. Тоқаев орысшыл. Бар болғаны Путин енді осы қазақ арқылы қазақ жеріне басып кіріп компания тіркеп және бизнеспен айналысып өтіріктен қазақтың компаниясы болып шын мәнінде орыстың керек жарағын сатып алып орысқа жасырын жеткізіп отырған сол орыстардың мүмкіндігінен айырылып қалмайын деп өтірікпен Тоқаев екеуі ойын ойнап отыр. Оны Америка мен Еуропа білмей отырған жоқ, білмесе біз білдіріп отырмыз. Бұл туралы нақтылы дәлел деректерді білетіндер нағыз атажұрт еріктілерінің біз жариялаған телефондарына хабарласып, бізге ашық немесе құпия хабар беруіне болады. Енді бірі
Украин ресмилері орыс басып алған жердегі халықтарды, мейлі оның ұлты орыс не украин болсын, сол өздері тұрып жатқан жерден кетуге хабар таратты. Бала күнімізде көзімізді таңып алып, қараңғыда көзім жоқ, тиіп кетсе сөзім жоқ деп бір ойнайтын ойынымыз болушы еді. Енді орыс басып алған Украин жерлерін азат қыламыз, зымыранның астында қалсаң, бізден көрме деген Украинның бұл сөзі орыс тілінде де, тағы басқа тілдерде де таратылып, халықтың ортасында үлкен дүмпу тудырып отыр. Ал орыстар ол халықтарды ешқайда жібермей, өздеріне еттен жасалған қаңқа қылмақшы. Яғни халықты қалқан қылып Украинге қарсы тұрмақ. Халықаралық соғыста бейуаз азаматтарды соғыста кәдімгідей мәжбүрлеп бір арада ұстап тұру, соғыстың өртіне бейуаз халықты салу, ол заңмен тыйым салынған. Егер соғыс болған жерден халық кетемін десе, әскери міндеті жоқ азаматтардың елден кетуіне тыйым салмауы керек. Бұл халықаралық заң, соғыс туралы заң. Ал орыстардың ол халықтарды қалқан қылып ұстап отырғаны өздерінің тағда бір адамзатқа қарсы айлалар. Ал орыстар өздері мақтаған С-300, С-400 зымыран атқылайтын және зымыраннан тосатын қаруларының түкке де пайдасы тимегенін әлеуметтік желіде ашық айта бастады. Әсіресе орыс тілді твиттерлерде қазір сол орыстың С-300, С-400 деп мақтауын асырған сол жүйелерінің мақтаған қыз тойда осырады деген сияқты дәл соғыс болғанда іске аспай пайдаға жарамай жатқандығын бәрі ашына жазуда. Әшейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас деп қазақ біреулерді сындағандай, орыс жайшылықта мақтап біраз елге, Индияға, Түркияға, тағы басқа елдерге жарнамалап, Қытайға сатып жіберген сол зымыраннан қорғаныс жүйелері дәл мынау Американың хаймерсінің алдында тотиды да қалды. Аспаннан жауған Украинның зымырандарын тосалмай, орыстың әскери саладағы бетбеделі айрандай төгілді. Енді осыны көре отырып, Ердоғанға күлкіміз келеді. Баяғыда орыстан С-300-ді, әлде С-400-ді сатып аламыз деп, Ердоған бүкіл батыспен араздасып еді. Еуропа, Америка орыстың жүйесін алма, орыспен одақ болма дегеніне қарамастан, өзінше Еуропа мен Американың ортасынан бөлек саясат ұстанғысы келетін Ердоған сөйтіп бәленбай ақшаға соны сатып ала қойып еді. Енді қазір орыстың сол мақтаулы С-300, С-400-ның қандай екендігі әлем алдында белгілі болып та қалды. Украиндер таңғажайып жетістіктерге жетуде. Біздің бұдан бұрынғы лекциямызда айтқандай, орыс күзге бармауы мүмкін. Путин тоңқалаң асқан күні Тоқаевты және оның жағымпаз, алаяқ, ұры, суайт, қаншер жүйесіндегілердің барлығын қазақ қуып жүріп түтіп жейтін болады. Сол күнге дайындалайық. Қазақтың мықты азаматтары таңертең ерте тұрып, жүгіріп, 10 километрге жаяу жүріп, қарындарыңызды кетіріп, сол Путин тақтан құлаған күні Тоқаев және оның бүкіл ауыл, аудан, облыстан республикаға дейін жаулап отырған мына қаншер жүйені қуып жүріп тырқырататын сол бір күнге барлығымыз дайындалайық. Ауылдағы жеңгекеш жеңгелерімізде қолдарыңызға кәдімгі сойыл алып, кем дегенде мынау қазақтың сұмырай киімбісі мен полицейсін басы көзге сабалайтын өнерге жаттыға беріңіздер. Жақсы күн алдымызда. Орыс құлаған күні Назарбаев және Тоқаевтық режим тасталқан болады. Сол қуанышты күнде баршамыз жеңіспенен жүздесейік. Аман сау болыңыз, қалың елім қазағым. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Дәл қазір 2022 жыл шілденің 12-сі түнгі сағат 3-тен 21. Аман сау болыңыздар.